Тіс ауруы аяқ астынан басталып, әп-сәтте әбіржітіп қоятыны бар. Тіс ауырғанда жедел жәрдем шақыра алмайсың. Жүгіріп, тіс дәрігеріне де бара алмайсың. Өйткені тәулік бойы жұмыс істейтін стоматологияның өзі саусақпен санарлықтай. Сондықтан да тіс ауырған кезде әрбіріңіздің үйіңізден табылатын мына ғажайып заттарды дәрі ретінде қолдансаңыз болады. Сонымен, үй жағдайында қалай емдеу керектігіне назар салыңыз. Бір стақан жылы суға 1 шай қасық ас тұзы мен 7 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сумен ауыз қуысын шаясыз. Бір шайғаннан ақ тістің ауырғаны басылады. Емді күніне 3 рет қайталайсыз. Су мен сода 1 стақан қайнатылған жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып, аузыңызды шайыңыз. Бұл тістің ауырғанын басады, қызыл иектің қабынуын емдейді, әрі ауыздағы жағымсыз иістің жойылуына септігін тигізеді. Қызылша шырыны 1 дана таза піскен қызылшаны шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынның 1 жұтымын ұрттап, аузыңызда бірнеше минут ұстап тұрасыз. Бұл да тіс ауруына ем болады. Ал егер қызыл иек қанап жүрсе, онда қызылшаны жіңішке етіп турап, қызыл иегіңізге қоясыз. Кез келген дәріхана сөрелерінен табылатын мумия ерітіндісінің де тіс ауруына ем болатын қасиеті бар. Ескеріңіз, мұны кішкентай балаларға қолдансаңыз, пайдасы көбірек болмақ. Сәлбен тұнбасы бактерияға қарсы күреседі, әрі суықты емдейді. Оны дайындау үшін 1 стақан ыстық суға 3 ас қасық сәлбен, шалфей, шөбін салып тұндырасыз. Бөлме температурасында жылыған кезде тұнбаны сүзіп алып, ауыз қуысын шаясыз. Емді күніне 3-4 рет қайталауға болады. Емен қабығының қайнатпасы қабынуға ем болады. Ол үшін 200 мг суды ыдысқа құйып, отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң 2 ас қасық үгілген емен қабығын салып, 20 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде аузыңызды шайыңыз. Қызыл иек қабынғанда 3 шай қасық бал мен 3 шымшым ұнтақталған түймедақты ромашка араластырыңыз. Оны 1 стақан жылы суға салып, булау жасайсыз. Ол үшін стақанды кастрөлдегі ыстық суға салып, жарты сағаттай бетін жауып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Салқындаған кезде ауыз қуысын шаясыз. Осылайша күніне 3-4 рет ем қабылдасаңыз, тіс ауруынан әп-сәтте құтыласыз. Түймедақ қайнатпасы қызыл иектің қабынуын емдейді, әрі қанауын тоқтатады. Қайнатпаны дайындауға 1 стақан су мен 3 ас қасық түймедақ шөбі керек. Эмаль ыдысқа суды құйып, отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң шөпті салып, 5-7 минуттай қайнатасыз. Сосын ыдысты оттан алып, қақпағын жабыңыз. Бөлме температурасында жылыған кезде қайнатпаны сүзіп алыңыз. Емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, аздап бал қосуға болады. Жау жапырақ қайнатпасы ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Ол үшін 300 мг суды ыдысқа құйып, отқа қоясыз. Қайнаған суға 4 ас қасық жау жапырақ мелисса шөбін салып, тағы да 5-10 минуттай қайнатасыз. Көрсетілген уақыттан соң ыдысты оттан алып, қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, ауыз қуысын мұқият шаясыз. Сарымсақ немесе пияз 2 түрлі көкөністің бірін таңдап алып, жақсылап езіңіз. Дайын болған ботқаны ауырған тісіңізге қойсаңыз, 10-15 минутта тістің ауырғаны басылып, жаныңыз тынышталады. Сірке суы жұмсақ матаны немесе мақтаны алма сірке суына малып алып, зақымдалған тісіңізге қоясыз. Бұл да өз кезегінде ауруды басып, сізді жайсыздықтан құтқарады. Картоп
Қабығынан тазартылған картопты майда үккіштен өткізесіз. Оған тұз араластырып, ауырған тіске басасыз. Оң нәтижесін аз уақыт өтпей-ақ көретініңізге сенімді болыңыз. Тіс ағарту үшін 2 ас қасық табиғи сұйық балға, 1 ас қасық йодталған тұзбен 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Қоспа 1 келкі қоюланған кезде тіс щеткасының көмегімен тісіңізге жағасыз. 2-3 минуттай тісіңізді тазалаңыз. Жылтырап ағарады. Емді аптасына 1 рет жүргізу керек. Халық емі дертіңізге толық нүкте қояды деп айта алмаймыз. Оның пайдасы уақытша ғана екенін естен шығармаңыз. Мүмкін 1 ай немесе 3-6 айға дейін тіс ауруын ұмыттыратын шығар. Алайда, мүмкіндік болып жатса, арнайы дәрігерге тексерілгеніңіз жөн. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.